Идти ходить, ехать, ездить етістіктерінің айырмашылығы. Идти ходить. Етістігін жаяу жүргенде қолданамыз. Ехать, ездить, транспорттың көмегімен қозғалатын болсақ айтамыз. Транспорт ретінде біз автобусты қолдана аламыз, машинаны, мотоциклді, таксиді, велосипедті, метроны, поезды және самокатты. Сонымен идти ходить, жаяу жүргенде қолданамыз. Ехать, ездить, транспорттың көмегімен қозғалатын болсақ айтамыз. Онда неге біз бұл жерде 4 етістікті айтып тұрмыз? Неге идти, ехать етістіктерін қолдана салмаймыз? Немесе ходить, ездить. Ең бірінші бұл етістіктерді мағыналарына қарай топтайық. Идти, ехать етістігінен бастайық. Идти, ехать бұл бір бағытта туралы айтатын болсақ қолданамыз. Бір рет болғанда сейчас, в данный момент или запланировано. Определенное время. Сегодня, вчера, завтра, утром, днем, вечером, ночью, в понедельник. Мысалы, дети идут в школу. Балалар мектепке қарай бара жатыр. Бұл жерде біз бір бағытта айтып тұрмыз. Мектепке қарай. Семья едет на море. Отбасы теңізге қарай бара жатыр. Бір бағытта айтып тұрмыз бұл жерде. Ходить, ездить етістіктеріне келгенде. Бұл әртүрлі бағытта айтамыз. Туда, обратно деген мағынада. Бірнеше рет, много раз, несколько раз, каждый день, ежедневно, каждую неделю, каждый месяц, обычно, редко, постоянно, регулярно, то есть. Разные направления. Мысалы, дети ходили в школу. Балалар мектепке барып келді. Бұл жерде барып келді деген етістігіміз. То есть дети были в школе, потом обратно вернулись домой. Сначала туда и обратно. И несколько раз. Яғни балалар мектепке барып келді туда и обратно. Балалар мектепке бірнеше рет барады. Аптасына мысалы 5 немесе 6 рет. Бұл іс-әрекет бірнеше рет жасалады. Семья ездила на море. Отбасы теңізге қарай барып келді. То есть они были на море, потом обратно вернулись домой. Сначала туда и обратно. Яғни отбасы барып келді. Сонымен идти, ехать бұл бір бағытта айтамыз. Дети идут в школу. Семья едет на море. Ходить, ездить бұл бірнеше бағытта айтамыз. Және бірнеше рет орындалса айтамыз. Дети ходили в школу. Семья ездила на море. Енді практикаға келейік. Почему ты идешь или едешь на работу пешком? Қалай ойлайсыз? Идешь или едешь болады? Бұл жерде пешком, яғни жаяу деген сөз бар. Қалай ойлайсыз? Идешь или едешь? Әрине идешь болады. Өйткені бұл жерде біз жаяу туралы айтып тұрмыз. Жаяу жету туралы. Мы с другом часто идем или ходим в кино? Қалай ойлайсыз? Идем или ходим? Сөйлемде жиі деген сөз бар. Часто. Бұл бірнеше рет қайталанатын іс-әрекет. Әрине ходим болады. Ходим. Мы часто ходим в кино. Біз киноға бірнеше рет барамыз. На чем ты едешь или ездишь в школу? Обычно на автобусе. Қалай ойлайсыз? Едешь или ездишь? Бұл жерде обычно на автобусе. Обычно деген сөз бар. Әдетте біз білеміз. Едешь бір бағытта және бір рет қана. Ездиш бірнеше бағытта және бірнеше рет болса айтамыз. Әрине ездиш болады. Когда у нее стресс, она идет или ходит по комнате. Ол басқа бөлмеге бару мүмкін. Ол асханаға бару мүмкін. Қалай ойлайсыз, қай етістікті қойған дұрыс? Әрине ходит болады. Өйткені бұл жерде бірнеше бағытта айтып тұр. Сонымен идти етістігі бұл бір бағытта және жаяу жүргенде қолданылатын етістік. Идти етістігінің өзгеруі. В настоящее время. Иду, идешь, идет, идем, идете, идут. В прошедшее время шел, шла, шло, шли. В будущее время буду идти, будешь идти, будет идти, будем идти,
Будете идти, будут идти. Ходить бұл етістік әртүрлі бағытта бірнеше рет қолданылады. В настоящее время хожу, ходишь, ходит, ходим, ходите, ходят. В прошедшее время ходил, ходила, ходило, ходили. В будущее время буду ходить, будешь ходить, будет ходить, будем ходить, будете ходить и будут ходить. Енді ехать етістігіне келейік. Ехать етістігі бұл транспорттың көмегімен қозғалатын болса айтамыз. Және бұл бір бағытта. Ехать етістігінің өзгеруі. В настоящее время осы шақта еду, едешь, едет, едем, едете, едут. В прошедшее время ехал, ехала, ехало, ехали. Және в будущее время буду ехать, будешь ехать, будет ехать, будем ехать, будете ехать, будут ехать. Ездить бұл бірнеше бағытта және бірнеше рет қолданыста қолданамыз. В настоящее время езжу, ездишь, ездит, ездим, ездите, ездят. В прошедшее время өткен шақта ездил, ездила, ездило, ездили. В будущее время буду ездить, будешь ездить, будет ездить, будем ездить, будете ездить, және будут ездить. Келесі уақытта кездескенше қош сау болыңыздар.